sälängesizbe balalar? Sälängesizbe. Otura koyunlar. Sabakka dayınmız ba? Ya. Kurallarımız dayın ba? Ya. Olay bolsa, бүгінгі сабағымызды жақсы көңіл күймен бастайды, балалар. Бізден міне тұлғара, сондай жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Жарайсыңдар, жайғаса қойыңдар, балалар. Осындай жақсы көңіл күймен сабағымызға жақсы қатысып, белсенділіктерді бітіріңдер. Балалар, бүгін біздің сабағымызда топтық жұмыстар, жеке жұмыстар және түрлі тапсырмалар орындайтын боламыз. Сабақтың барысында балалар, мен сендерге мына қоржындарды таратып беремін. Өздеріңді осы асықтармен бағалап отырасыңдар. Жарай ма? Сабақтың соңында осы қанша балл жинағандарыңды білесіңдер. Топтық жарыста балалар, әр топ өздері бағалайтын болады. Көкпар ойыны арқылы біз сабағымыздың тақырыбын бұл көкпар ойында екі топ жарысқа түсеміз. Әр топтан бір оқушы келсін, мына топтан Өскен келе ғой, келесі топтан Айселе келе ғой. Екі топ жарысады. Қазір мына экрандағы ұяшықтарда тапсырмалар берілген, сол тапсырмаларды орындасаңдар, бір қадам алға жылжып, сендердің көкпарларың озып отырады, иә? Сен қай ұяшықты таңдайсың? Бірінші. Ал бірінші ұяшықтан қандай ойының түрі шықты? Аты бақан ойыны. Жарайсың, керемет. Бір қадам алға жылжи ғой, Өскен. Айселе, қай ұяшықты таңдайсың? Екінші ұяшықты. Қандай ойын түрі? Теңге алу ойыны. Жарайсың, керемет, бір қадам алға жылжи ғой. Балалар, мына қазақтың қандай ұлттық ойын түрі? Ақсүйек. Ақсүйек ойыны. Ақсүйек ойынын қай кезде ойнайды? Жазғы ауада, ашық далада ойнайды. Керемет, жарайсың. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы балалар, ұлттық ойындар, ақсүйек ойыны. Сабағымыздың мақсаты ұлттық ойындарды білесіңдер, тірек сөздерді пайдаланып, өз ойларыңды жеткізесіңдер балалар. Ал балалар, кімнің суретін көріп тұрмыз? Мұхтар Әуезов қай жылы дүниеге келген екен? Кім оқып береді маған? Жәлелге шоқи қойшы. 1892 жылы 28 қыркүйекте Семей облысының Абай ауданынан дүниеге келген кішкентайынан Абай өлеңдерін жаттап өсті. Тамаша, керемет. Келесі Өскен оқи қойшы. Қазақтың ұлы жазушы ғалым газетінің редакторы болған. Жарайсың. Айселе оқи қой. Қараш жеттім көксерек шығармаларының авторы. Айзат оқи қой. Абай жолы 4 томдық эпопеясының авторы ретінде әлемге танылды. Мінекей көріңдер ме балалар? Мұхтар Әуезов Абай жолы 4 томдық эпопеясының авторы болып, әлемге танылған ғалым жазушы. Міне балалар, ал енді балалар, бәріміз оқулыққа қараймыз. Бірінші тапсырманы маған Зере оқи қой. Заттарға байланысты ойын атауын ата. Оқулықтағы суреттерде ненің суретін көріп тұрсыңдар? Осы заттар балалар қандай ойын түрлеріне жатады? Қазақтың ұлттық ойыны. Олар қандай заттармен ойналатын ойындар? Қай ойын түріне балалар жылдамдық пен тапқырлық қажет? Кім айтар, қол көтеріп айтайықшы? Қай ойын түріне жылдамдық пен мергенділік қажет? Айта, Айзеле. Орамал тию, асық ату ойыны. Жарайсың, керемет. Балалар, ендеше біз ақсүйек мәтінін тізбектеп оқитын боламыз. Өскен бастайды. Ойнайтындары екі топқа
топқа бөлдік. Бір топтың басшысы, екінші топтың басшысы Сатай болды. Ақсүйекті қай жаққа лақтыруды, қалай жүгіруді келісіп Келесі Айза. 6 бақанға дейін жүгіретін болдық. Мен Ақсүйекті құлаштап тұрып алысқа лақтырдым. Оның қайда түскенін ешкім көрген жоқ. Бәрі Ақсүйекті іздеуге жүгірді. Келесі Жәнетке шөкіл ғой. Бір кезде Сатай еңкейіп жерден бір нәрсені көтереді. Мен өз қолыма Сатайды ұстаңдар деп айғайладым. Сатай алтыбақты Келесі Айзеге. жаққа жүгірді. Жөнелді. Біз оны қуып ертіп. Топтағы бір бала оны қуып жетті. Сатай өз тобының бір баласына Ақсүйекті ұстата салыпты. Біз мұны байқамай Сатайдың артынан жүгіре беріппіз. Ақсүйекті алған бала алты бақанға жетіп алыпты. Біз жеңіліп қалдық. Кім жазып қалды? Мұхтар Әуезов. жазған. Ендеше балалар, осы мәтін енді біз сұрақ-жауап әдісі арқылы сұрақтар қоямыз. Сол сұрақтарға жауап береміз. Жарай ма? Ойын қалай аяқталады балалар? Ақсүйек. Кәдімгі қол көтереміз, иә? Мәтіннен қандай ақпарат алдық? Кім айтады? Қандай ақпарат алдыңдар? Айта ғой, Жәнеткеш. Ақсүйекті қалай ойнау керегін ақпарат алдық. Дұрыс. Сақтайдың тобы қалай жеңіске жетті балалар? Зер айта ғой. Сатай өзінің қолындағы Ақсүйекті өзінің тобындағы бір балаға білдіртпей көрсетпей беріп, Ақсүйекті алған бала 6 бақанға жетіп, бірінші болып жетіп, Сатайдың тобы жеңіске жетті. Жарайсың, керемет балалар. Ақсүйектің қарсылықтағы балаларға беруге бола ма? Жоқ! Болмайды, қол көтереміз балалар. Ақсүйек ойынын ойнағанда біздің бойымызда қандай қасиеттер болу керек? Кім айтады? Өскен айта қойшы. Батыры, тақыры. Тағы да қандай не болу керек? Не болу керек? Жылдамды болу керек екен. Отыра ғой. Ақсүйектің ойнап көргендерің бар ма балалар? Жоқ! Біздің қазақтың ойындарының қандай пайдасы бар екен? Жарайсыңдар, тамаша. Енді балалар, екі топта топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші топқа мен қазір тапсырма беремін. Суреттерге қарап, мына ойынның түрлерін сәйкестендіресіңдер. Келе ойында топтық жұмыс жасайсыңдар. Сендер мысалы тәртібінің негізгі ақпаратты қағазға түсіресіңдер. Жазамыз. Кәнки бірінші топ болдыңдар ма? Дайынсыңдар ма? Қорғауға дайынсыңдар ма? Кәнки тақтарға келе қойылды. Ұстай қойылды. Екінші топ не жылдам? Орамал кию ойына сабырлық пен шыдамдылыққа үйретеді. Бір-бірімен ынтымақтастыққа үйретеді. Ақсүйек ойыны бірлік пен топтық ойыны. Қарсыласты
сыйлау әділ қағидасын дамытады. Батырлыққа, тапқырлыққа, ерлікке үйретеді. Керемет, тамаша. Ал екінші топ, бірінші топты бағалаймыз. Жауап берді. Жарайсыңдар, отыра ойындар. Сендер дайынсыңдар ма екінші топ? Келе ойындар. Келе ойындар. Ойынның атауы ақсүйек. Негізгі сипаты ақсүйек қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Көбінесе кешкілік жазғы ауада, ашық далада ойналатын көңілді әрі қимыл қозғалысқа негізделген. Ойынға көп адам қатысады. 10-20 адам қатысушылар екі топқа бөлінеді. Бірінші топ сүйекті лақтырады, екінші топ іздейді. Кім бірінші тапса, сол жеңімпаз болады. Ғалымдар Әуезов жазған бәріге ақсүйек ойыны қимыл қозғалысқа, батылдыққа, жылдамдыққа, тапқырлыққа, ерлікке, шапшаңдыққа үйретеді. Ұқсас ойын түрлері теңге ілу, асық ату, орамал тастамақ ойыны. Керемет, тамаша жазыпты, я балалар, я? Қанекей, бірінші топты бағалаймыз, екінші топ қалай жауап берді? Жақсы жауап берді. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Балалар, өзімізге бір балға қосып отырамыз, я? Бал жүйемен бағалап отырамыз, балалар, ұмытпаймыз. Ал балалар, біз көптеген жұмыстар істеп шаршадық па? Ендеше көңіл күйімізді кішкене көтеріп алайық, иә? Балдар, жақсылап серігіп алдық, ендеше біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Оқулықтағы 4-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Қанекей бәріміз орындаймыз 4-ші тапсырманы. Ақсүйек ойынын ойнағанда бізге қандай қасиеттер керек? Сол бойынша жазамыз 4-ші тапсырманы. Балалар, біз мәтіннен түсінгенімізді тест бойынша бал платформасы арқылы өзімізді бағалап көрейік. Бәрімізде сотка бар ғой, я? Қанекей телефонымызды ашамыз. Бәріміз платформаны ашамыз. Кім қанша минутта орындайды, тез қанша сұраққа жауап береді. Орындаймыз. Дайынбыз ба, балалар? Қанекей бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабақтан біз не білдік, не түсіндік, сабаққа кері байланыс жасайық. Кім айтады, Қанекей? Ал сен айта ғой. Мен бүгін Мұхтар Әуезовтың ғалым жазушы екенін білдім. Жарайсың. Арман, сен не түсіндің бүгінгі сабақтан? Ақсүйектің ойынын білдім. Жарайсың, керемет. Өзгер? Мен бүгін ақсүйек ойынын түсіндім. Жарайсың. Айзат айта ғой. Мен бүгін Мұхтар Әуезовтың Абай жолы 4 томды эпопеясын ғалым жазушы екенін толықтай білдім. Жарайсың, керемет. Енді балалар, қараңдаршы. Өзімізге кері байланыс жасайықшы. Кім нені таңдайды? Келе ғой, Зере келе ғой. Сен неге, не себепті жүректі таңдадың? Жүректің жүрегін таңдаған себебім мұғалімімнің мақтағанын жүрегімнен сездім. Жарайсың, керемет, отыра ғой. Және кеш келе ғой. Мен бүгін сабақта толықтай тапсырманы орындау қолымнан келді. Жарайсың.
түсіндірген сабақтарды өз көзімен көрдім. Жарайсыңдар, тамаша балалар, керемет. Балалар, үйге тапсырма, өзімізге ұнаған ұлттық ойындарды ережесін жазып келетін боламыз. Жарай ма? Енді балалар, кім қанша бал алды? Кәдімгі санай ойындар асықтарында кім қанша бал алды? Әркім өзінің асығын санап тез айтамыз.